Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай жұмсақ, керемет, дәмді болып пісетін үй жағдайындағы нанмен бөлісетін боламын. Бұны біз қарапайым пеште пісіреміз. Сіздерге өз рецептімен бөліскелі отырмын. Алдымен осындай шамалап ұнымызды аламыз. 2,5 қасық осындай кішкентай шай қасықпен тұзымызды салып, мен осындай люкс дрожжын қолданамын. Өте жақсы және ыңғайлы. Жылымық және ысқылтым суға осылай қолыммен бұлғап дрожжымызды, яғни ашытқымызды ертіп алатын боламыз. Осылай ертіп жақсылап алғаннан кейін ғана барып жұмысымызға кірісеміз. Осылай біз ұнымызды араластырамыз. Суымызды бір қалыпты етіп құйып отырамыз. Мінекей көріп отырғандарыңыздай, менің қамырым бір қалыпты болып иленіп жатыр. Суымызды көп қылып құйып жібермейміз. Осылай аз мөлшерде. Егер де арасында ұнымыз қалып жатса, біз суымызға қолымызды малып қана алып, ортасын басамыз. Мінекей менде қамырым дайын болып қалды. Жан-жағында қалып қалмау керек, біздің ұндарымыз таза болу керек. 2 сағатқа қамырымызды жылы жерге орап қоямыз. Мінекей менің қамырым 2 сағаттың ішінде осындай жұмсақ болып көтерілді. Менде 2 нан шықты. Осылай жасап аламыз табамызға. Бұны біз жуалап, тағы да пешімізге салып қоямыз көтерілгенше. Нанымызды 20 минуттан кейін осылай жуаласқаннан кейін тағы да басып, пешімізге 160 градусқа қоямыз. Мінекей менің наным осылай өте керемет, дәмді әрі жұмсақ болып, 30 минуттың ішінде пісіп шықты.